Так, мынау бізде Атлант деген белорусский бренд. Көбісі білетін шығар, баяғыдан 2 компрессорлық. Осындай үсті. Және асты. Морозильник. Так, не айтайын дегенде екеуінде 2 регулировщик бар. Айтайын дегенім бұл 2020-да алған. 2020-да алған. Так, бұрында мен жалпы өзімнің клиенттеріме кім болса да Атлант деген холодильникті кеңес беретін едім. Себебі бұлар деген долговечный еді, жақсы еді. 2 моторлы, 2020 жылғы. Яғни бұл холодильникті 20 жылы сатып алып деген сөз ғой. Не айтайын деген, бұл қазір бұзылып тұр. Бұзылғанда бұл морозильник жағы бұзылып тұр. Морозильник жағы бұзылғанда бұл мына жерінен қарасаңыздар, міне даттанған. Яғни осы жерінен су кіріп утечка болған. Мына жерде френ жүретін труба жүреді. Сол тесіледі, соответственно, мына жерден даттанғаны су кірген көрініп тұр. Енді бұл утечка болған, бұны істеп беріп жатырық жалпы да. Бұны айтайын дегенім, енді бұл холодильниктердің сапа жағына мен ешқандай ештеңе қазір айта алмаймын. Себебі бұларда бұрын жақсы холодильниктер шығаратын еді, белорусский, Атлант деген, Минск деген, мысалы, қазір бұлардың да сапалары кетіп жатқан бір дәлелі болып тұр мен үшін. Сол үшін енді бұл видео бір пайдасын береді деп ойлаймын. Қазір енді көмертеді френ құйын жатырмыз. Ол утечкасы бәрі де істелінеді жалпы, бірақ істелінгенде де бұған клиентке табыр шығын болып тұр. Яғни бұлардан жалпы үміттенетін едік, бір 10 жыл жасайды деп, минимум 10 жыл жасайды деп. Бұл енді ондай үмітімізді ақтамай тұр. Өкінішке орай.